Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз кәдіден котлет әзірлейміз. Котлеттер дәмді және жұмсақ болып шығады. Бұл пайдалы және жеңіл ас түрі. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Котлетті әзірлеу үшін бізге орташа көлемдегі бір кәді қажет. Бір сәбіз, 4 картоп, 2 сарымсақтың тішесі, 2 жұмыртқа және ас көк. Кәдіні ірі үккіштен өткіземіз. Бір сәбізді майда үккіштен өткіземіз. Картоптарды да майда үккіштен өткіземіз. Сарымсақты майда үккіштен өткіземіз. Барлық заттарды жақсылап араластырамыз. Барлық туралған көкөністерді жақсылап сығамыз. Екі ас қасық манка жармасын қосамыз. Жарты ас қасық тұз, 2 жұмыртқа қосамыз. Барлық заттарды жақсылап араластырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Туралған укроп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, котлет жасаймыз. Котлеттерді жасаған кезде көкөністердің шырынын шамалы сығып тастау қажет. Isып тұрған табамызға шамалы май құямыз. Сосын котлеттерімізді салып қуырамыз. Оттың астын орташа деңгейге түсіреміз. Котлеттеріміз қызарған кезде екінші бетіне аударып қуырамыз. Қуырылған котлеттерімізді противенге салып, духовкада 180 градуста 25 минут толық піскенше пісіреміз. Мінеки достар, біздің кәдіден жасаған котлеттеріміз дайын болды. Бұл котлеттер өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де видео рецепт ұнаса, онда лайк баса кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.